Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Мен хабарландыру айтқым келіп отыр. Гүлдер чатына шақырғым келіп отыр сіздерді. Гүлдер чатына қосылыңыздар. Гүлдеріңізді бірге әдемі етіп өсіріп, аурулармен, зиянкестермен күресті талқылап, топырақ құрамын бірге жасап, солай гүлдеріңізді күтіп баптауды үйреніп, сол жерде талқылап. Гүлдер чатына қосылыңыздар. Гүлдер чатында қосылу небәрі 2000 теңге. Көптеген сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Бірге өсіретін боламыз. Гүлдердің нәтижесімен бөлісіп, қандай нәтиже беріп жатқанын, не болып жатқанымен бөлісіп отыратын боламыз. Сол жерде көп нәрселерге жауап алатын боласыздар. Көптеген дәрумендермен, тыңайтқыштармен, көптеген секреттермен бөлісетін боламыз. Гүлдер чатына қосылыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Бүгінгі видеода мен фикус бенджамина гүлімді пересадка жасап, мына паутина клеш түскен бұл гүлге. Сол паутина клеш зиянкесінен емдейін деп тұрмын. Қалай емдегенімді мен сіздерге көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Және менің видеомды 80-90% адам тіркелмей көреді екен. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, менің шығарған видеомды алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Көптеген ақпаратпен бөлісіп отыратын боламын. Мына жерде мына паутина клештің түскенін көре білеміз. Мысалы, қараңыздар, мына жердегі жапырағы жап-жасыл емес, мындай сары ала болып тұр. Көріп тұрсыздар ма? Бұны паутинкалар жеп қойған. Паутина клештің түскенін қалай білеміз? Мына жапырақтарының артына қарайтын болсаңыздар, кішкентай насекомалар жүреді. Вот содан білеміз. Және кәдімгі паутинкаларын қалдырып кетеді. Вот содан білеміз. Оны немен емдейміз? Қазір мен видеоның ортасында көрсетемін. Мен әзірге бұл гүл туралы мен алдыңғы видеода айтқан болатынмын. Соны экранға суретін шығарып, ссылкасын описанияға қалдырып кетемін. Бұл кәдімгі мынандай қойдың 3-4 жылдық шіріндісі, көңмен топырақ араласқан топырақта отыр. Мына қатты қатып қалған емес, міне жақсы отыр. Мен бұны қазір пересадка жасайын деп отырмын. Содан кейін емдеймін. Мына жерде мен топырақ құрамын жасап қойдым. Қараңыздар, қаншама қоспа қосып топырақ жасап қойдым. Мына жерде мына 2 адам маған заказ берген болатын топыраққа. Мына қарадағы топырақ, мынадағы коробкаға уже дайындап жатыр едім. Мына тыңайтқыштарға, препараттарға, мына қарадағы топырақ құрамы. Осыны дайындап, мен ертең мынаны почтадан салып жіберетін боламын. Ал мына осы Шымкент қаласына баратын болады. Егер топыраққа заказ беремін, тыңайтқышқа, препараттарға заказ беремін десеңіздер, мен экранға телефон номерімді қалдырып кетемін. Дәл осындай 7 түрлі қоспа қосылған топырақты мен сіздерге дайындап бере аламын өз қолыммен. Енді осы топыраққа қазір мен отырғызамын. Мына жерде мен қараңыздар, мына жерде женское счастье, әйел бақыты гүлінде қазір мен отырғыздым. Бұның тамырын аштым. Тамыры өте жақсы екен. Бірақ та бұған да мына паутина клеш жұққан. Бұны да мен қазір обработка жасаймын. Неде гүл күтімін үйренемін, гүлді баптауды, ауруларын, топырақ құрамын үйренемін десеңіздер де WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Мен қазір гүл күтімі туралы курсты өтіп жатырмын. Өте қолжетімді бағада. Ең алдымен біз мынаны топырағынан босатып аламыз. Мына тамыры жақсы, шіріп тұрған жоқ. Мына түскенше күз айында, егер сіздер осылай перевалка әдісін жасайтын болсаңыздар, тек қана бетіңгі түскен және жандағы түсен деген топырақтарын ғана түсіріп алыңыздар. Міне мен осылай босатып алдым. Менікі перевалка әдісі емес, пересадка әдісі болып жатыр. Мен себебі топырағын полностью түгелімен ауыстырғым келді. Тамыры шірмеген. Егер сіздерде тамыры шірген болса, шірген тамырдың барлығын алып тастап, мынандай фитоспорин деген осы препаратқа, профилактики и лечение грибковых и бактериальных гнилей, тамырының шіруіндегі нелерді емдейді. Осындай суға салу керексіздер. Ол туралы менің өткен видеоларымда өте көп көрсетілген. Мен салмаймын ешқандай да фитоспоринге, себебі тамыры жақсы. Мен қайтадан осы өзінің горшогына отырғызамын. Міне. Көріп тұрсыздар ғой, өзіне шақ келіп тұр.
Достар, мен мына жерде мен дайындаған топыраққа өзінен шыққан топырақты да қосып жібердім азын-аулақ, себебі өте жақсы құнарлы топырақта отырғызылған. Сіздер де егер менен заказ беріп топырақ алатын болсаңыздар, аула топырақтарыңыз құнарлы болса, онда осылай азын-аулақ қосып жіберсеңіздер болады. Сол кезде гүлдердің топыраққа сойған кезде ылғалдылығын ұстап тұратын болады. Міне қараңыздар, қандай әдемі топырақ болды. Біздің ауламыздың топырағы өте құнарлы, және де қойдың 3-4 жылдық шіріндісі, көңі қосылған топырақ болатын. Сол себепті де өзінен шыққан топырақты азын-аулақ қосып жібердім. Сонда да міне ешқандай да бірігіп, ешқандай да не болып тұрған жоқ, себебі мен дайындаған топырақ ол өте борпылдақ, торфяной топырақ. Енді мына гүлімізді отырғызамыз. Мына жерде міне 2 гүлді қосып отырғызылған екен, біреуі бөлініп түсіп қалды. Бірге қосып отырғыза беремін, себебі ертең үлкен болып өскен кезде мынау өте жуан, әдемі болып көрінетін болады. Сол себепті бірге қосып отырғыза беремін. Мінекей достар, осылай отырғызылды. Өте әдемі борпылдақ топыраққа отырғызылды. Енді мен бұны актилік препаратымен обработка жасайтын боламын. Міне достар, мен актилік препаратын осылай шприцке тартып алып, капсулада болады. Мында өзінің несіне шыдаспас үшін несіне салып қойған болатынмын. Осыны мен мына су бүркігішіме азын-аулақ қосамын. Жақсылап араластырып, көпіріп, препарат қосылғаны көрініп тұр. Енді барлық жапырағы асты үстіне дейін барлығын обработка жасаймыз. Әр жапырағының артына дейін осылай сеуіп шығу керек. Одан кейін аптасына бір рет осылай обработка жасау керек, себебі паутина клештен құтылу оңай емес. 3 рет істеу керек бұл процедураны. Міне мен женский участие кілемеді істеймін. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.